Баршаңызға қайырлы күн. Дәмі өте керемет, тіл үйіретін, өте қарапайым жолмен жасалынатын персиковый пирог дайындаймыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Алдымен 125 грамм бөлме температурасындағы сливочный майымызға 100 грамм қантымызды қосып, миксерлеп аламыз. Екі жұмыртқа, 2 ас қасық қаймақ, бір шай қасық разрыхлитель, және 200 грамм ұн. Жақсылап араластырып, осындай қоймалжың қамыр дайындаймыз. Начинкасына 500 грамм творог, кез келген творог болады, 100 грамм қаймақ, 2 жұмыртқа және 150 грамм қант. Жақсылап блендермен езіп аламыз. Енді осындай формамызға бір келкі қылып қамырымызды жайып шығамыз. Менде консервадағы персик, свежий персикті де қосуға болады. Енді үстіне начинкамызды құйып шығамыз. Қызып тұрған отта 150-160 градуста 50-60 минутта пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.